билирубинге айналат. Билирубин ішекті уробилиногенге айналат. Ол бүйрекке барып сарғыш түс береді және нәжісте қара түс береді. Қайырлы күн достар, тәніне саулық деген жандар. Мен жалпы тәжірибелік дәрігер Фариза Жанғалиқызы. Бүгін сіздерге барлық адам тапсыратын анализ, биохимиялық анализдің қандай рөлі бар, қандай қызметі бар, сол туралы айтатын боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Бірінші, жалпы белокқа келетін болсақ, онда біздің ағзамыздағы барлық процестер белок арқылы жүреді. Мысалы гемоглобин ағзада оттегі тасымалдайды, ал альбумин мысалы ол ағзадағы бүкіл ағзадағы зат алмасу процестерінің жүруіне қатысады. Глобулин біздің иммундық жүйемізге жауап береді. Жалпы бұлшықеттердің жиырылғандарының бәрі осы белокқа байланысты болып келеді. Яғни, егерде белок қай кездерде жоғары төмендейді, егер тамақпен бірінші аз мөлшерде түсетін болса, ағзада қандай да бір қабыну процестері және инфекциялық процестер болатын болса, сусызданудың нәтижесінде төмендейді. Біздегі белоктың рөлін түсіндіңіздер. Ол ағзадағы бүкіл зат алмасуға қатысады және де бүкіл процестердің жүруіне қатысады. Келесі анализіміз ол глюкоза. Глюкоза ол біздегі көмірсу алмасуына қатысады. Біздегі энергия түсу үшін глюкозаны біз қантты диабетті бар ма жоқ па анықтау үшін тапсыратын анализ болып келеді. Келесі айтатынымыз аланин аминотрансфераза және де аспартат аминотрансфераза. Бұлар бауырдың ферменттері деп те атасақ болады. Бұлар негізі бауырдың қызметін көрсетеді. Екеуіне ғана бауырдың көрсеткішін қызметін біз толық бағалай алмаймыз. Бауырдың қызметін бұзылмағанын қараймыз. Негізі алайылты ол жасушаның ішінде болады. Қандай да бір факторлардың әсерінен оның жасушаның қабықшасы бұзылатын болса, ол сыртқа қарай шығады. Жасушалардың жойылуы көп болатын болса, яғни алайылтының көрсеткіші жоғарылайды. Жасушалар өз уақытына жеткен кезде жойылады. Соның нәтижесінде негізі алайылты сыртқа шығады. Ол өзінің нормадағы көрсеткіші. Яғни, ол ағзада қанда болады, нормада. Ал егерде оны көбейетін болса, нормадан жоғарылағанын содан байқаймыз. Яғни, жасушаның көптеп жойылу нәтижесінде алайылты сыртқа қарай шығады. Алайылты, аесті, кез келген ферменттер жасушаның ішінде болып, жасуша бұзылғанда сыртқа қарай шығады. Алайылты, аесті тек бауырдың ғана қызметін көрсетпейді. Ол бұлшықетте болады, бас миында болады, бүйректе болады және де эритроцитте бауырда болады. Бауырдың басқа көрсеткіштеріне де қарап, егерде бауырдың қызметі бұзылмаған болса, онда сіз алайылты аестінің көтерілген басқа себептерден іздейсіз. Яғни алайылты аесті бауырдың көрсеткіші болады, бірақ басқа да, егерде бауыр бұзылмаса, басқа да ауруларды іздеу керек. Ал бауырдың қызметінің бұзылғандығын басқа да ферменттер арқылы байқаймыз. Оны мен видеоның соңында айтатын боламын. Келесі, бізде егерде алайылты бауырда көп орналасқан болса, аесті жүректе көп орналасады. Егерде алайылты нормада болып, аесті жоғары болса, жүректің бұлшықеттері зақымданған деп айтады. Алайылты аесті жоғары болатын болса, онда бауырдың қызметі бұзылған. Қайтадан айта кетейін, бұл екі ферментке қарап біз бауырдың қызметінің бұзылғандығын айта алмаймыз. Басқа да көрсеткіштеріне қарау керекпіз. Бауырдың қызметін көрсететін ол билирубин болып келеді. Билирубин құрамында гемі бар белоктардың соңғы өнімі болып келеді. Ол қалай? Мысалы, біздің ағзамызда эритроциттер 120 күн өмір сүріп, қалыпты эритроциттер 120 күн өмір сүріп, көк бауырдың кішкентай артерияларында макрофагтар арқылы жойылып отырады. Яғни, эритроцит ыдырады. Эритроцит ыдыраған екен, ол гемоглобин ыдырайды. Гемоглобин ыдыраған екен, оның соңғы өнімі билирубин болып келеді. Ал билирубин тікелей емес деп аталады, немесе уытты деп аталады. Яғни, ол осы түзілген билирубин қан сарысуын ыдырамайды, соның нәтижесінде ол белокпен байланысып
бауырға барады және де бауырдағы екі молекулалы глюкорон қышқылымен байланысып, ол тікелей билирубинге айналады. Яғни бұл уытсыз. Бауырға дейінгі келген билирубин уытты, бауырдан кейінгі ешқандай зияны жоқ. Тікелей емес, тікелей. Енді келесі біздегі бауырға барды, тікелей билирубинге айналды. Ол өт қабына барып, өт қабынан ішекке, 12 ішекке шығып, 12 ішекте бактериялардың әсерінен уробилиногенге айналып, кішкене бөлігі қайтадан бауырға барады, бір бөлігі бүйрекке барады, бүйрек арқылы шығып, зәрге сары түс береді. Ал 12 ішекте қалған уробилиноген ол стеркобилинге айналады, нәжіске қара немесе қоңыр түс береді. Яғни біздің түсінгеніміздей эритроцит ыдырап билирубинге айналады, билирубин ішекті уробилиногенге айналады, ол бүйрекке барып сарғыш түс береді, және де нәжісте қара түс береді. Түсінікті болды деп ойлаймын. Билирубин зәрмен нәжіске түс береді. Келесі, бізде билирубин осы қызметі қандай, оны не үшін тапсырады? Ағзада сарғыш болатын болса, ол қандай сарғыш екенін, және де өт шығару жолдарында патология болатын болса, соны анықтау үшін көрсетеді. Егер де сіз жалпы билирубин тапсырдыңыз, жалпы билирубин жоғары болатын болса, сіз тікелей билирубинге тапсыру керексіз. Ал тікелей билирубиннен біз тікелей емес билирубинді есептеп шығарамыз. Соның нәтижесінде сіз анықтайсыз билирубиннің бауырға дейінгі ме, или бауырдан кейінгі ме. Яғни, егер де тікелей емес көбейетін болса, онда ол гемолиздің нәтижесінде болып келеді. Яғни, осы гемоглобин ыдырағаннан кейін бауырға дейінгі кезеңдегі, яғни, егер де тікелей көбейетін болса, онда өт шығару жолдарында қандай да бір патология бар екенін, өт жолдарында спазм бар ма, тас тұрқан бар ма, өт шығару жолдарының патологиясын анықтау үшін. Яғни сарғыштықтың қандай түрі бар екені, және де өт шығару жолдарының патологиясы бар ма, жоқ па, соны анықтау үшін болып келеді. Келесі біздің анализіміз ол креатинин және де мочевина болып келеді. Креатинин ол креатиннің соңғы өнімі, яғни креатин бұлшықетке түседі, және креатин фосфат және креатинин және фосфатқа айналып, ағзада бұлшықетке энергия бөледі. Соның нәтижесінде біздің бұлшықетіміз жиырылу қызметін атқарады. Яғни, сіздің бұлшықетіңіз қаншалықты көп болатын болса, соншалықты креатининіңіз көп деген ережеге сәйкес келеді. Яғни, біздегі креатинин бүйрек арқылы сыртқа шығарылатын болғандықтан, егер де бүйректің қандай да бір өзгерісі болатын болса, онда креатинин ағзадан шықпай ағзаға жиналып қалады. Соның егер де қанда креатинин көбейетін болса, онда сіз бүйректе сізде зақымдалу бар деген сөз. Ал келесі мочевина көрсеткіші де бізде бүйректің қызметін көрсетеді. Келесі анализіміз ол біздегі нормативтік көрсеткіш бойынша холестерин. Холестерин ол ағзада липидтер алмасуына қатысады, яғни ол липидтің құрамына кіреді. Липидтер спектрі деп аталады. Біздегі липидтер спектріне май қышқылдары, фосфолипидтер, триглицеридтер және холестерин жатады. Яғни, осы біздегі май алмасуына қатысатын холестерин болып келеді. Холестерин қан сарысуындағы ыдырамайтын болғандықтан, ол белокпен байланысады. Белокпен байланысып, біздің ағзаларға тасымалданып отырады. Біз холестеринді көбіне қазіргі атеросклероз, яғни ишемияға алып келетін, инфарктқа алып келетін болғандықтан, холестеринді зияны деп ойлауымыз мүмкін. Бірақ холестериннің ағзада өз орны бар. Холестерин егерде жасша мембранасын құрамына кіреді, яғни жасша қабықшасы. Егерде холестерин болмаса, жасша қабықшасы да болмайды. Ал холестерин келесі қызметі ол стероидты гормондардың түсіруіне қатысады, яғни тестостерон, прогестерон және кортизол секілді. Ал үшінші ол
күн сәулесі арқылы D витаминінің түзілуіне қатысады. Яғни D витаминінің бізде ағзада өте үлкен рөлі бар. Және оның барлық нәрсенің өз нормасында болғаны дұрыс. Холестерин, яғни липид тамақпен түсіп отырады, және де ағзада, бауырда түзіледі. Тамақпен етті және тағамдарды қолданғанда бізде холестеринмен қоса триглицерид түсіп отырады. Триглицерид ол ағзадағы артық май ретінде жиналады. Яғни ағзада глюкоза немесе гликоген азаятын болса, онда оның орнына май қышқылдары ыдырап, соңында глюкозаға айналады. Яғни қандай да бір аштық жағдай болса, бізде қорғаныш ретінде ағзада триглицерид жиналады, және де майларға айналып жиналады. Ал аштық уақыты келген кезде бізде глюкоза мен гликогенге айналады. Ал глюкоза бізде ол АТФ, яғни энергияның көзі болып келеді. Бізде глюкозаның көп болғаны да болмайды, зиян, ал аз болса да ол біздің энергия алмасуымыз болмай қалады. Яғни біздің қимыл қызметіміздің бәрі осы АТФ энергияның нәтижесінде болып келеді. Яғни триглицеридтің де өз ағзада нормада болған кезде пайдалы болып келеді. Холестерин мен триглицерид белок арқылы тасымалданады, ол хиломикрон деп аталады. Белоктардың тығыздығына байланысты холестерин пайдалы немесе пайдасыз болып келеді, зиянды немесе зиянсыз болып келеді. Яғни олар осы тығыздығы жоғары липопротеидтер және тығыздығы төмен липопротеидтер және тығыздығы өте төмен липопротеидтер болады. Біздегі тығыздығы төмен липопротеидтер ағзаға зиян, холестеринді апарып жасушаға апарады. Біздегі тығыздығы жоғары липопротеидтер ол жасушадан холестеринді бауырға тасымалдап, бауыр арқылы ол бауырдан өт арқылы, өттен ішек арқылы, ішектен нәжіс арқылы сыртқа шығарып отырады. Сол себепті бұл ағзада пайдалы, яғни атеросклерозға әкелмейді. Атеросклероз дегеніміз не? Атеросклероз дегеніміз ол қан тамырының қабырғасына осы зиянды холестериндердің жиналып қалуының нәтижесінде қан тамырының қабырғасының ішкі жағының қалыңдауы, яғни ішкі жағынан қабырғасы қалыңдаса, оның қуысы тарылады. Қуысы тарылып, егер де бітелетін болса, онда бұл осы келесі бөлігінде қан жүрмейді, соның нәтижесінде инфаркт, инсультке алып келеді. Сол себепті біз холестериннің көп болғаны зиян деп айтамыз. Әсіресе сіздер анализден ЛПНП, ЛПВП деп көруіңіз мүмкін. В деген высокий, яғни жоғары липопротеидтер, ол пайдалы. Ал ЛПНП ол низкий, яғни ол төмен. Ол ағзада холестеринді ұстап жасушаларға апарады. Бұлайша әрқайсының өз қызметі бар, бірақ бәрін нормада ұстау керек. Түсінікті болды деген ойдамын. Холестерин ағзада атеросклерозның бар немесе жоқ екенін, және қан тамырының қабырғасы қандай екенін, және оның болашақта қандай да бір бөлікте инфаркт немесе инсульт алып келе ма дегенді көрсетеді. Атеросклероздың бар жоқтығын осы холестеринге қарап айтамыз. Естіген шығарсыздар, холестерин көп, статин қабылдаңыздар деп жататын. Сол статиндерді қабылдау немесе қабылдамау керек екенін білу үшін. Келесі біздің тапсыратын анализіміз ол амилаза болып келеді. Амилаза ол ағзада көмірсуларды, күрделі көмірсуды жай көмірсуға айналдыратын фермент болып келеді. Амилаза біздің ауыз қуысымызда бар, және де ұйқы безінің жасушаларынан бөлінеді. Яғни ауызға түскеннен бастап амилазаның әсерінен көмірсулар ыдырай бастайды. Ағзада амилаза көбейсе, онда сіз амилазаның S типті және П типті дейтін амилаза болады. Яғни S ауыз қуысындағы сілекей бездерінен бөлінетін, ал П типті ол ұйқы безінен бөлінетін фермент болып келеді. Егер де амилаза көп болатын болса, онда сіз П типті амилазаға тапсыру керексіз. Егер П типті амилаза жоғары болатын болса, онда сізде панкреатиттің жедел фазасы немесе созылмалы панкреатиттің өршіген сатысында болуы мүмкін.
соны білу үшін панкреатиттің сізде бар жоқтығын, егер де панкреатит болатын болса, бастапқы 9-12 сағатта және де 5 күнге дейін амилаза жоғары болып тұрады. Сол арқылы сіз панкреатиттің бар жоқтығын анықтау үшін. Ал егер де сіз П типті амилаза сізде төмен болатын болса, онда сіз басқа ағзаларды қарастыру керексіз. Себебі амилаза тек ұйқы безінен және сілекей бездерінен ғана емес, бұлшықетте бронхтарда бөлінеді. Және де оның басқа себебін анықтау керек. Басқа қай жерде сізде ақау болып жатыр дегенді анықтау үшін. Келесі біздің тапсыратын анализіміз ол сілтілі фосфатаза деп аталады. Сілтілі фосфатаза ол біздегі бауырдың және де өт жолдарының зақымдалуын анықтайтын әдіс болып келеді. Яғни фермент егер де оның жоғары болатын болса, онда бізде бауырда немесе өт жолдарында қандай да бір ақау бар деген сөз. Өт жолдарында стеноз немесе қандай да бір тас бар ма жоқ па анықтау үшін. Егер де ол бауырда және де өт жолдарында ақау болмаса, онда сіз сілтілі фосфатаза сүйектен және де плацентадан бөлінеді. Егер де жүкті әйелдерде сілтілі фосфатазаның көрсеткіші жоғары болады. Егер де сізде сыну болатын болса, онда сізде сілтілі фосфатазаның көрсеткіші жоғары болады. Себебі ол сүйектерден де бөлінеді. Келесі тапсыратын анализіміз ол гамма-глутамил транспептизация дейтін анализ. Бұл да бауырдың қызметін бұзылғандығының және өт жолдарының бұзылғандығын, ұйқы безінің бұзылғандығын көрсетеді. Егер де сізде сілтілі фосфатаза, ГГТП, АЛТ, АС, билирубин жоғары болса, онда сізде бауырдың бұзылысы жүріп жатыр деген сөз. Келесі біздің айтатын анализіміз ол СРБ деп аталады. СРБ яғни ағзада қандай да бір қабыну процесі жүріп жатыр деген сөз. Яғни соның нәтижесінде осы белок көп мөлшерде өндіріледі. Және де ол бірден қабыну процесі басталған кейін СРБ-ның көрсеткіші бірден жоғарылайды. Және де оның бірден жоғарылап, қабыну процесі басталған кейін бірден төмендейді. Және де ол вирусты және бактериялы инфекциялар кезінде де жоғарылайды. Вирусты инфекция кезінде оның көрсеткіші қалыптыдан 2-4 есе көтерілуі мүмкін, ал бактериялы инфекция кезінде оның көрсеткіші 10 есе жоғарылайды. Яғни СРБ бізде ағзада қандай да бір қабыну процесі немесе қандай да инфекция процесі нәтижесінде көтеріледі. Соны анықтайтын анализ болып келеді. Келесі біздің айтатын анализіміз ол темір болып келеді. Темір, яғни темірді біз өзіміз жақсы білесіздер, ағзада негізі қызметті оттегіні тасымалдау. Яғни оттегіні тасымалдау арқылы бізде энергия түзіледі. Егер де бізде темір ағзада анемияның қандай түрі бар екен анықтау үшін, егер де гипопластикалық анемия немесе апластикалық анемия или гемолитический анемия болатын болса, темірдің көрсеткіші жоғарылайды, ал темір тапшылықты анемия кезінде оның көрсеткіші төмендейді. Келесі айтатын анализіміз ол ферритин болып келеді. Яғни ферритин ол ағзада темірдің артық қорын өзін жинайды. Сіз бұл да анемияның көрсеткішін көрсететін анализ болып келеді. Яғни бұны сіз гемоглобинмен қоса темірді және ферритинді бірге тапсыру керексіз. Ал біздің келесі айтатын анализіміз ол мочевая кислота. Мочевая кислота ол бізде ағзада подаграны көрсететін, подагра бар ма жоқ па анықтау үшін тапсырылатын анализ болып келеді. Ал подагра ол яғни буынның аурулары болып келеді. Бірінші башпайдың ісінсе, онда ол подаграға күдіктенсеңіз болады. Осымен видеомыз соңына жетті. Егер де видео ұнаған болса, подписаться батырмасын басып, және де колокольчикті басып, все батырмасын баса отырыңыз. Лайк қойыңыз, комментарий жаза кетіңіз. Сізге қандай тақырып қызық болса, сол тақырыпты айтыңыз, мен соған байланысты видео түсіретін боламын. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода кездескенше
амандықта жүздесейік.